Сәлеметсіздер ме, құрметті желі қолданушылары. Сіздермен бірге мен жас бизнесмен Асылбекқызы Айнұр. Жалпы бүгін мен сіздерге түсіндіріп қарастыратыным ол бизнес-план. Менің бизнес-планымның атауы балаларды дамыту орталығы. Жалпы мен алысқа кетпей, өзімнің туған өлкем Қаратөбе ауданына бизнес-план құрмақ болдым. Кейін ойладым, менің осы өлкемде не жоқ, не бар. Кейін пайымдауымша, менің өлкемде балаларды дамыту орталығы жоқ. Сол себепті мен балаларды дамыту орталығын ашуға бел будым. Жалпы жобамның құны 4 миллион теңге. Жоба өз нарықтарына 6-8 ай беріледі. Орналасуы Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қаратөбе орталығы. Мамандар саны 10. Кімге арналған? Ерте даму, мектепке дайындық, ағылшын тілі. Жаңа айтып өткендей, қызметтің сипаттамасы ерте даму. 2 жаста бала құрдастарымен сөйлесуге дайын, сондықтан қабылдауды, зейінді есте сақтауды ойлауда қиялды дамыту керек. Мектепке дайындық. 4 жастан бастап балалар оңай оқуды үйренеді. Бала қысқа сөздермен оқи бастаған кезде математиканы оқыту басталады. Біріншіден, балалар санауды үйренеді. Сабақтың екінші жартысында балалардың ойлау, зейін ойлау, есте сақтау және де қиял дамытатын ойын интеллектуалды тренинг өтеді. Ағылшын тілі. Сыныпта олар тілді үйретеді. Содан кейін сөздер сөйлеуді үйретіледі. Кейінгі қызметтің сипаттамасы. Жұмыс кестесі дүйсенбіге жұмаға дейін таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін, сенбі жексенбі күні бізде демалыс. Жалпы нарықты талдауға келетін болса, осы менің бизнес-планымда әлді жағы, әлсіз жағы және қауіп-қатер мүмкіндіктер көп. Әлді жағында бізде қызмет аясын кеңейту мүмкіндігі, бизнес жүргізу үшін қолайлы аумақты таңдау мүмкіндігі, балалар мұғалімдерге жұмыс жасау тәжірибесінің болмауы. Мүмкіндіктер: бизнесті кеңейту мүмкіндігі, табыс тұрақтылығына кепілдік беретін құлдырау кестесінде сұраныстың өсуі. Қауіп-қатер: меншікті тұтынушылардың базасының болмауы, балаларға жоғары жауапкершілік. Әлсіз жағы: халықтың табыс деңгейінің төмендеуі және соның салдарынан көрсетілетін қызметтерге сұраныстың төмендеуі. Бәсекелестердің саны көп. Маркетинг жоспар. Жалпы менің осы жоспарды қойған уақыттан кейін, мен осы сауда балаларды дамыту орталығын салғаннан кейін, мен адамдарды шақыртам, қалай оларды орналастырам деген ойға келдім. Сол нәрсені қараған уақытта мен оны көптеген сыртқы жарнамалармен, видео жарнамалармен және де көптеген электронды парақшаларға салудың арқасында мен өзімнің адамдарды осы өзімнің орталығыма шақырта аламын. Келесі ұйымдық жоспар. Салық салу жүйесі ретінде кірістер базасы бойынша шығыстарды шегергенде 15% оңайтылатын жүйе қолданылатын болады. Балалардың дамыту орталығының жұмысын бастау үшін бізге білікті кадрларды таңдау керек. Жалпы ұйымдық жоспарда бізде мана айтып өткендей администратор, мұғалімдер, бухгалтер, шаруашылық қызметкерлер мен логопед, психологтар жұмыс жасайды. Кейін өндірістік жоспарға келетін болса, бұл біздің балаларды дамыту орталығындағы бөлмелердің аумағы мен кейін бізде өтілетін сабақтардың саны және де шығыны. Жалпы бізде барлық шығын 1 миллион 190 мың теңгені құрды. Кейін қаржы жоспарға келетін болса, жаңа айтып өткенде әр бөлмеде бізде көптеген жиһаздар болады. Сол жиһаздарға біз әрқайсысына ақша бөлдік. Соның барлығын жалпылама алып келетін болса, бізде 2300 миллион теңге шығады. Қаржылық жоспар. Жалпы жаңа айтып өткенде администратор, мұғалімдер біздің осы балаларды дамыту орталығында жұмыс жасайды. Соның сабақ санын, жалақысын есептеп алған уақытта бізде барлығына 1 миллион 100 мың теңге қаражат төленеді. Кейінгі балаларды дамыту центрінің артықшылықтары. Қызметкерлердің кәсібилігі, сабақ бағыттарының әртүрлілігі, оқытудың жоғары тиімділігі мен ыңғайлы жұмыс кестесі, қолайлы баға саясаты, ерекше атмосфера, достық көңіл-күй. Және де ешнәрсе мінсіз болмайды. Сол себепті менің ойымша тәуекелдер және оң жолдары. Менің бизнес жоспарды құрған уақытта көптеген мәселелер туындауы мүмкін. Соған орай мен өзім оның сол мәселелердің шешімін жиынтықтадым. Кейінгі сіздерге айта кететінім, менің ойымша осы менің бизнес-планым болашақта өзін жүзеге асырады деген ойдамын. Сол себепті назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.